Әңгімені соңына дейін тыңдап, жаңа әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сен мені танымай қалдың ба, неге үндемейсің Мақсұт? Ол тіл қатпады. Босағада тұрды да қойды. Бір-бірімізді көрмегелі 30 жылға жуық болды. Мақсұт, сен соғысқа кеткенде, мен 28-де едім ғой. Ол үндемеді. Қартайдым, Мақсұт, ал сен дәл осыдан 30 жыл бұрынғы қалпыңда қалыпсың. Ол үндемеді. Танымадың ба, Мақсұт? Мен Хадишамын ғой. Сені әне келеді, міне келеді деп отыр едім. Жұрт көрсе, сені менің балам дер. Сен, сірә, сол сөзден қорқып тұрсың ғой. Ол үндемеді. Босағада тұрғаның қалай, Мақсұт? Төрге шық, өз үйің ғой. Хадиша Мақсұтты қолынан ұстап төрге алып шықпақ болып ілгері аттайын деп еді, орнынан қозғала алмады. Арада 2 адым жер, бірақ алынбас асу сияқты. Жілік-жілігіне қорғасын құйып, жерге қағып қойғандай тірбетуге дәрмен жоқ. Ал Мақсұт табалдырықта әлі тұр. Сенің келгенің жақсы болды, Мақсұт дейді. Хадиша, туысың Шалабайдың қорлығына шыдай алмай, сені айқайлап тұрып шақырып естіген екенсің. Шалабайдың былтыр күйеуге тиген қызы төркініне түсе келіпті. Ол қызды сен көрген жоқсың, мұнда туған бала ғой. Қағынып былтыр байға қашып кеткен. Шалабай қызына, енді сенің өлігіңді ғана көрейін деп еді, бәлені ме, құдасы бақуат немекен. Шалабайдың көмейіне тас тығылған қасқырдай болды да қалды. Тас қауып, тапқаныңды ит жегір. Мейлі ғой, қыз, жат жұрттық. Күләй тұрмақ, сенің жалғыз қызың Жанатта әлдеқашан тұрмыс құрып, балалы шағалы боп кеткен. Қолыма көшіп кел, жалғыздан жалғыз қайтып отырасың деп мың айтып жалында, бармадым. Мақсұттың үйінің түтіні өшпесін, отырамын осында дедім. Ой, алжыған басым, бірді айтып біріне кеткенім. Бәрі анау Шалабайдың қызы Күләйдан шықты ғой. Күләй күйеумен келіп түсті. Ауыл болып жиылдық. Күйеумен Күләй алып келген қоржынның аузын өзім ашамын ғой деп отырғамын. Ата жағынан алғанда, менен жақын кімі бар Шалабайдың? Аталастан осы Мақсұттың үйінен жақын ешкімі жоқ қой, біле білсе. Білмеді, айдаладағы Ақшай кемпір ұстады қоржынның аузын. Ақшай кемпірдің бүгінде мұрнынан есе күрт түседі. Шалы қасында 3 бірдей келіні қызметін істеп тұр. Шифрлеп 8 бөлмелі үй салдырған, балаларының бас-басына мотоциклі бар. Шалабай шіркін, сенің інің, менің қайным ғой, қайым болмай қата қалғыр, қоржынды маған ұстатуға жарамады. Бұрын бір құдайдың басқа салғанына көніп, жоқшылықты да, тоқшылықты да көріп, көндіккен бас қоймына бас. Бірақ анау қорлыққа шыдамадым. Әй, шырақ дедім Шалабайға, аруақ атып кетпесін дедім. Егер Мақсұт болса, мен кімін? Хадиша болар едім, алдымнан көлденең жүрмес едің сен шірік дедім. Мақсұт жоқ болған соң, мен сияқты жетім кемпірді елемейсің дедім. Аруақ атқыр болмасаң, анау Ақшай кім, мен кім дедім. Жөн білмейтін қандай көргенсіз едің дедім. Тұқшиып төмен қарап, жер шұқылайды, жерге кіргір. Ал әлгі Ақшай құтырсын. Алды артының бәрін жалмаған қақпас деді мені. Өліп қалмай жападан жалғыз неғып отырсың. Қоржынның аузын ұстаған сенің не теңің қақпас деді. Әй, Ақшай дедім менде. Қаным қарайып кетті. Алды артымды жалмап, жалмауыз болайын деп Құдайдан тілеген жоқпын дедім. Мақсұт көппен бірге әскер кетті. Сенің байың құрақбас құсап әскерден қашып, 3 жыл бойы тауда тағы боп жүрген жоқ дедім. Қызым Жанат болса тұрмысқа шықты, Құдайға шүкір, қазір балалы шағалы дедім. Өзім болсам, Мақсұттың отын өшірмей түтінін түтетіп отырмын. Қырық жыл қырғын болса да ажалды өледі. Кебенек киген, әйтеуір, бір келеді. Мақсұт үйден кебін киіп аттанған жоқ қой дедім. Оны мен семіз деп сойған жоқпын, еттеп сатқан жоқпын, мен қайдан қақпас боламын дедім. Сөйтіп ием. Сорлысың, сорлы деп Ақшай ернін шығарды, ерніңе күйдіргі шыққыр. Тағы 30 жыл күт, келеді Мақсұт деп кекетті. Күтемін дедім. 100 жыл күтемін дедім. Сөйттім де, ызаға шыдай алмай, айқай салып далаға атып шықтым. Қайдасың, Мақсұт? Деп айқайладым. Үйге енді кіріп отырғанымда осы ет, сен келіп қалдың,
Мақсұт ақша енді не бетін айтар екен. Кісімсіп қыздан келген қоржынның аузын ұстап, дәрежеге жетіп жетісіп ет, енді қара бет болды, қараң қалғыр. Ол үндемеді. Бәрін үнсіз тыңдап босағада әлі тұр. Неге үндемейсің, Мақсұт? Деп Хадиша сонда шыңғырып жіберді. Хадиша өз даусынан өзі шошып оянды. Кәдімгі үйі. Үйде жалғыз өзі. Таң атып қалыпты. Сиырды сауып, табынға қосатын уақыт болыпты. Шыннан тағы да түспе деді өзіне өзі. Шыннан Мақсұт бір тіл қатпады ма деді өзіне өзі. Ал шындығында Хадиша Ақшайдан көрген қорлығын арыз етіп айтқанда, сол түсте Мақсұт сай сүйегі сырқырап егіліп еді. Қаншама жұбату сөздер айтып еді Хадишаға. Бірақ өлгендердің көзінен еш уақытта жас шықпайды. Өлгендердің сөзін тірілер еш уақытта ести алмайды. Ал Хадиша болса, Мақсұттың болмаса түсінде көргенде неге бір тіл қатпады деп әлі аң-таң.